Мен Габасова Баян 1983 жылдың 20 қарашада дүниеге келдім. 2001 жылы жалпы орта білім беру мектебін аяқтадым. 2005 жылы өз мектебіме қайта оралып, ұстаздық қызметімді бастадым. Сол кезде дипломым болмаса да, балалармен жұмыс істеуге деген шынайы қызығушылығым мені осы жолға алып келді. Кейін Павлодар университетінің мамандығым бойынша тамамдап, кәсіби дипломымды алдым. Шынымды айтсам, бала кезімде мұғалім болу арманым болған жоқ. Бірақ өмір мені дәл осы мамандыққа келді. Қазір мен мұғалім болғаныма еш өкінбеймін, керісінше мақтанамын. Бүгінде ұстаздық мен үшін жай ғана жұмыс емес, өмірлік жолым әрі үлкен бақыт. Ал қазір сіздерді өзінің кәсіби жетістіктерімен және атқарған жұмыстарымның нәтижелерімен таныстыруға шақырамын. Бұл бағыттағы еңбегімді растайтын сертификаттарым мен алғыс хаттарым мен марапаттарым бар. Кәсіби өсу жолында әртүрлі педагогикалық байқауларға белсенді қатысып келемін. Өзімді сынап, жаңа идеяларымды жүзеге асыру арқылы тәжірибемді жетілдіремін. Басқа да байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Мен үшін тәжірибемен бөлісу өте маңызды бағыт. Әріптестеріме арналған шеберлік сабақтарымды өткізіп, семинарларда заманауи білім беру құралдарын қолданамын. Ең үлкен мақтаныш оқушыларымның табыстары. Олар түрлі олимпиадалар мен байқауларда жүлделі орындарға ие болып, мектептің абыройын асқақтап келеді. Әр оқушының жетістігі менің еңбегімнің нәтижесі. Сабақтарымды қызықты әр тиімді өткізу үшін үнемі ізденемін. Ашық сабақтар құрастырамын. Жұмысымның ең үлкен бағасы әріптестерім мен ата-аналардың жылы лебіздері. Олардың қолдауы мен сенім маған жаңа жетістіктерге жетуге шабыт береді. Әрбір жетістік үлкен еңбектің, табандылықтың және балаларға деген сүйіспеншіліктің нәтижесі. Бүгін мен сеніммен айта аламын. Ұстаздық менің жай ғана мамандығым емес, өмірлік миссиям. Алдағы уақыттарда өзімді дамып, шәкірттеріме сапалы білім беріп, жаңа биіктерге ұмтыла беремін. Ұстаздық қызметтен бөлек шығармашылық бағытта да белсендімін. Видеороликтерді монтаждаумен айналысамын. Білім беру саласында және түрлі іс-шараларға арналған бейне материалдар жасаймын. Сонымен қатар жасанды интеллектті білім беру қолдау бағытында әртүрлі курстар өттім. Ұстаздың бақыты шәкірттің ғалым болған емес, адам болғанында. Мемлекет басшысы ұсынған адал азамат тұжырымдамасы бүгінгі таңдағы біздің тәрбие жұмысымыздың басты бағдары. Менің сынып жетекшілік қызметімдегі ең негізгі ұстаным әр оқушының бойындағы адалдық шырағын жағып, олардың өз елінің адал перзенті етіп тәрбиелеу. Өйткені адалдық бар жерде әділеттік бар, әділеттік бар жерде болашақ бар.